Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келіпсіздер. Бүгін біз сіздермен осындай газда немесе плитада пісетін таба нанды бірге дайындайтын боламыз. Бұл нан енді өте жұмсақ, үлпілдек әрі иісінің өзі мұрынды жарады. Міндетті түрде дәл осы менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға ыстық суымызды құямыз. Және үстіне 1-2 ас қасық қант саламыз. Сондай-ақ өлшеп дайындап қойған ұннан 4 ас қасық салып, түйіршік қалмайынша жақсылап араластырамыз. Дәл осы рецептімен бізге жалпы 400 грамм ұн қажет болады. Әзірше біз апара жасау үшін 4 ас қасық ұнды салып, жақсылап араластырамыз және суымыздың температурасын қараймыз. Жаңағы біздің ыстық суымыз қолды күйдірмейтіндей жылы болуы тиіс. Тексеріп алған соң үстіне дрожжымызды, яғни ашытқымызды салып, тағы бір араластырамыз. Сондай-ақ бетін пищевой пленкамен немесе кез келген тәрелкемен жауып қоямыз. Осы апараны шамамен 3-4 минут аралығына қоямыз. 3-4 минут уақыт өткен соң біздің апарамыз осылай дрожжымыз жұмыс жасайтындығына көз жеткізіп, неге осылай көтеріледі. Және де 1 шай қасық тұз, бөлме температурасында ерітілген сары май немесе сұйық майды да пайдалана берсеңіздер болады. Және жаңағы біздің қалған ұнымызды түгел қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде жұмсақ, қолға сәл жабысатын қамыр шығу тиіс. Қамырымыз дайын болған сәтте үстіне аздаған сұйық май құйып, тағы бір илейміз және бетін жауып, жылы жерге шамамен 1,5-2 сағатқа қоямыз. 1,5 сағат уақыт өтті. Менің қамырым көтеріліп дайын тұр. Енді біз табамызды сұйық май құйып, жақсылап майлап аламыз. Сондай-ақ табаның қақпағында аздап майлай саламыз. Нанымыз қатты көтерілсе жабысып қалмас үшін. Және біздің жұмыс жасайтын столымыздың үстіне аздаған сұйық май құйып, біздің көтеріліп тұрған қамырымызды стөліміздің үстіне қойып, дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Қолымызға да сұйық май жағамыз, жабысып қалмас үшін. Енді қамырымызды осындай дөңгелек формаға келтіріп болған соң, жаңағы біздің дайындап қойған табамызға қамырымызды салып, жан-жағына осылай бір тегіс етіп жайып шығамыз. Мендегі табаның диаметрі 28. Егер сіздерде 24-26 диаметрлі таба болса, соған жасасаңыздар, сіздердің нандарыңыз өте биік, әдемі болып шығады. Табаның бетін жауып, нанымыз көтерілгенше 20 минуттай уақытқа қоямыз. Содан соң газымыздың астын ең баяу отқа қойып, нанымыз қып-қызыл болып қызарғанша 35 минут аралығында пісіреміз. Әдетте мен нанды духовкаға жасағандықтан, газда ең алғаш пісіргендіктен таба нанды осылай ақшыл күйінде асығып аударып жібердім, бірақ кейіннен тағы бір аударып екінші жағын қызарғанша қызартып пісіріп алдым. Сіздерде міндетті түрде екі жағы қып-қызыл болғанша қызартып пісіріп алыңыздар. Осымен біздің таба нанымыз дайын. Біз жұмсақ ыстық күйінде бірден кесіп жеп алдық. Өте дәмді болып шықты. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.